Бәріңе сәлем достар, сіздермен біргемін дәмсем. Бүгін біз Hypixel серверінде өзіміздің керемет мини ойынымыз Skywars деген мини ойынды өтетін боламыз. Және де достар, бүгін былай айтсам ереке, сіздерді 16 желтоқсанмен құттықтаймын, өткен 16 желтоқсанмен. Және де достар, сіздер мына оң жақтан көріп тұрғандарыңыздай, мен уже солада 2000 килл жасап қойыппын. Қарап тұрсаңыздар, фьюшка 3000 килл жасаса, мен 2000 килл жасаппын. Бұл енді былай қарасам мен үшін өте қуаныш. Енді бүгінгі серияда кәдімгі информативный видео болады, кәдімгі тақырыптар айтам. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк қойып, қолдап қойыңыздар. Ал біз видеоға кеттік. Сонымен достар, біздің алғашқы ойынымызда қазір басталады. Әзірге күте тұрайық. И в общем, сундуктарға қарасам, өте жақсы заттар. И достар, в общем, осы серияда кәдімгідей әңгіме болмақ. Информативный видео десем де болады. Сонымен достар, бірінші жаңалық ол өздеріңіз бағана көріп кеттіңіздер, 2000 килл. 2000 килл деген мен үшін енді өте зор мүмкіндік, себебі уже солада 2000 килл жасаған деген мен уже қалай айтсам болады, Skywars көп ойнағанымды білдіреді. Бірақ енді қазір бала өте кішкене оңай маған, бірақ өлтіре аламын деген ойдам. Так, иә, оңай. Так, на көршіні қарап тұру керек, келе ма келмей ма. И в общем, достар, ана 2000 килл өте жақсы болды, себебі фьюшка 3000 килл жасса, мен 2000 килл жасадым. И мұнан өлтіредім қазір. Походу, иә, өлтірдім. Бәрі жартақ жизнь, блин, реген тастайық. И достар, тағы да айта кететін жаңалық, мен жаңа мышка алдым, себебі менің бұрынғы мышкам істемей қалған болатын. Сондықтан жаңа мышка алып, кішкене өзімнің скиллымды қайтаруға тырысып отырмын. Егер оны көргілеріңіз келсе, онда осы монтаж кезінде суретін қоям міндетті түрде. Ал былай аты оның MRM Power деген бір кішкентай ғана мышка әйтеуір. Былай Skywars ойнағанда кішкене ыңғайсыздау. Бірақ онымен де үйренуге болады деген ойдам. Сондықтан достар, осындай жаңалықтар. И достар, көбі подписчиктер менен сұрап отыр негізі, Let's Play қашан болады деп. Енді достар, Let's Play дегенде так, картаның жарты жері прогружать етпей қалды ғой. Сундукты қалайшын сөйлеймін? Болды, ашылды. Я, Let's Play достар. Let's Playға келіп мұса, мен уже бір жетонда жақсы сборка жасап отырмын, себебі бір жетонда модтар көп біріншіден, және де өте маған қолайлы деп қашу керек. Так, анау артымен келе жатыр ма? Так, бұны өлтірем деген ойдам қазір. Я, оңай. Енді қай жерге келіп едім, в общем, Let's Play жайлы, я. Так, что-то лагать дейді отыр. Так, бұрынғы способ сол қылышты қайта лақтырып алу керек, себебі блокировкада тұрып қалады. И Let's Play жайлы айта кететін болсам, себебі Let's Playға уже маған айтып кеткендей бір жетонға сборка жинап отырмын. Уже жақын қалды, тағы да бір кішкене прохожденияға бір мод қосам. Сонымен Let's Play'імді бастаймын. Себебі уже кішкене Let's Playға желание ашып кетті өзімнің де. Так, и в общем достар, осы барлық жаңалықтар. Сосын тағы да айта кететін жаңалық, ең соңғы жаңалығым болып тұр. И достар, в общем, былай мен басқа адамдар сияқты компьютер көп ойнамаймын. Сондықтан мен видео түсіруге көп уақытым жоқ, және де былай айта беретін болсам, Майнкрафтта көп ойнамаймын. Сондықтан достар, сіздерден сұрайтыным, маған ВК-дан сообщение жаза бермеулеріңізді сұраймын. Енді біз бірінші ойынымызды жеңіспен аяқтадық, қазір екінші ойынға көшеміз. Біздің екінші ойынымызда қазір басталды міне. Баған айтып кеткендей ВК жайлы. Мен үшін маған ВК жайлы сообщениялар жазбай қойларыңыз өтінемін, себебі мен компьютер көп ойнамаймын. Баған айтып кеткендей, сол үшін мен көп ойнай алмаймын подписчиктермен. Ал былай егер қолым бос кезде, сондайда ойнамасам, былай ойнамаймын. Егер маған несінші ВК-дан заявка тастасаңыздар болады, мен барлығын қабылдаймын. Сол арқылы мен, мысалы, демалыс кезінде или қол босаған кезінде өзім сообщение жазып, бірге ойнауға мүмкіндік болады. Я, достар, осындай жаңалықтар бізде. Итак, настройте Twitter, садақпен андасыламыз. И в общем, өлді деген ойдам. Я, достар, өліпті. Так, қалған сундуктарды көрейік. В общем, қандай сундуктар бар екен. Және достар, тағы да бір айта кететін өте бір маңызды айтар сөзім бар. Егер сіздер Skywars'тан жалығып кетсеңіздер, тағы да қандай ойындар ойнасам болады, мини-игралар. Соны айта кетіңіздер. Себебі Let's Play ол міндетті түрде шығады, оны Let's Play мен түсірмеймін дегенде былай түсіремін. Арасында мини ойындар да шығады, бірақ көбінесе Let's Play болмақ.
Бағана айтып кеткендей, қандай мини ойынды ойнағанды қалайсыздар, соны өтінем комментарияға жазып кетсеңіздер. Сол жақсы болар еді. Уже екінші адам өлтіріп жатырмыз. Бұл өте жақсы. Достар. Осындай жаңалықтар отыр менде өзінде. Тағы да не айтсам болады. Былай айта келсем, лайк туралы айтайын. Достар. Егер бұл видеолар ұнап жатса, міндетті түрде лайк қойыңыздар, себебі лайк бесплатно ғой. Лайкты кім жақсы көреміз? Лайкты барлығы жақсы көреді. Егер лайк қолдап, мені қолдап жатсаңыздар, онда нұр үстіне нұр болмақ. Лайк қарап отырсам, мына жерде не отыр? Ештеңе жоқ. Еще тағы да екі адам бар ма әлі? Екі адам бар екен, мен біреусін көріп тұрмын. Бірақ менен қашып бартқан сияқты. Оппа. Мынаны құлатуға шанс бола ма екен? Бірақ достар, шегінуге тура келеді, себебі анау жақсы садақшы екен. Тезірек скорость алайық. Достар, егер Skywars-тарым ұнаса, лайк қойыңыздар. Сол арқылы мен сіздерге Skywars ұнайтынын біліп отырам. Және де тағы да қандай бағана айтып кеткендей, қандай мини ойынды көргілеріңіз келеді, соны да жазып кетсеңіздер. Мынау тығылып тұр. Бұны өлтіре аламын ба мен қазір? Түсі шебер. Молодец. Алтақ жесін. Оңай жеңіс. Бізде аяқ киім бар екен. Маған келе жатыр уже. Қашу керек достар, жизнас. Қашу арқылы стратегия пайдаланамыз деп айтып қойын. Тактика деп. Тезірек реген хп жинау болу керек. Әтті оғану мені өлтіріп тастайды. Мына жерде немене карта прогружат етпей қалады? Или интернет қата ма, көріп тұрғандарыңыздай. Өте нашар. Соңғы адам екен бұл. Енді қазір рефилді оқ болады жар. Оға шейін қазір күтеміз, білмеймін. Егер анау қазір шабуылдаса, онда сразу атакаға кету керек сияқты, себебі ананы мен артынан қуаламапты ғой, қуалап келетірмі дөрлісі бағанан бері. Не істеп жүр анау? Түсінбедім. Кәдімгідей алмайзын екен өз. Мен жүрмін железін көп. Тиді достар. Базар жоқ. Тиді екінші оғымда. Рефил. Қазір. Анау кетті, мен де ұна сұмдықты ақтарайын. Яблоко. Өте керемет яблоко бізде. Былай қаратсам, наковальный не үшін керек, маған түсінбеймін. Жақсы аяқ киім киіп аламыз. В общем, садақ. Жақсы. Power 1 ма, 3 па білмеймін әйтеуір. В общем, осындай заттар бізде бар екен. Тағы не бар? Лава. Лава да керек болады. Бұла қарап отырсам, анау бізге келмей жатыр что-то. Что-то келмей жатыр. Келе жатыр достар. Анау аяқтағы барлық сұмдықты ақтарып келе жатқан шығар әбден. Әзірше күте тұрайық. Уқтай. Мынау садақшы ғой кәдімгідей. Соңғы кездері достар, Hypixel'де читерлер көп болып кетті негізі. Себебі осыға дейін қанша көп ойын ойнадым, көбісінде читерлар бар, көбісінде өзім жай ішіне құлақ болдым. Бірақ жарайды. Анау қазір келе ма? Кетсе лавамен қой жіберу керек негізі. Егер келетін болса. Бірақ ода садақ болса вообще жаман. Итакта бар ғой да, не айтып тұрмын. Блин, атып жүру керек анау. Ары қарай ұшып жүріп. Өз лавама өзім демесім болды ғой, главный. Енді мынаны қазір жеңемден ойдам, мынау келетін болса. Мынау блоктарды сындырып жатыр. Яблоко жрать етіп отыр анау арам. Тағы несі болады? Өй, мықты мынау. Қалай ойнаса да. Оппа тиді. Блин. Келет жағына қазір. Оппа келді достар. Уқти. Ё-майо достар. Қатты қиын болып отыр. Блин, өлесін походу. Өте базар жоқ достар. Қуанып тұрмын. Біз енді қазір 3-ші ойымызға да көшеміз. Достар, біздің 3-ші ойымыз да уже басталды, мен айтпай тұрып. Мен негізі озвучка жасап тұрғам, шыны керек. Себебі мен озвучка жасап түсірем. Skywars бұлай сөйлеп ойнасам онша болмай қалады да, жеңіле берем. Сөйлемей бұлай тактично ойнасам вообще базар жоқ кетеді. Уже бізде нагрудникпен план ожитам. Мына көршімізді өлтіремін деген ойдамын. Егер қазір бізді өлтіріп жүрмесе. Бірақ бұл АФК ма? Қойы. Изикил, давай. Базар жоқ. Бұда да аяқ киім ғана екен. Қалған нагрудник, алмазник. Менде бірақ нагрудник бар, алмазник. Бір ғана яблоко. Сондай өзі киіп бар шығар.
уже хайпикселде уже қаншама менде кит бар. Солада ашылмаған бір 8 кит па 6 кит па бар, ал тимда ашылмаған қанша кит бар еді, 5 кит па сондай бар. Уже соларды ашып тастасам вообще базар болады. Бірақ мен ойлап жүрмін осы хайпикселде MVP званиясын алсам ба деген. Бірақ енді ол ақша кәдімгідей. Уже менің оқтарым тиіп жатыр достар, қарап тұрсаңыздар. Бағана 3 оқ аттым ба, 3 де тиді. Так, мыналар мені екі жақтан нетейін деді ғой. Так, мына шығам екен. Әлі тығылып отырам екен. Так, тиді достар. Өте жақсы. Так, мынау бәле екен. Былай шығып, жүгіріп жүріп. Так, енді центрге келмеймін алар, не істеп тұр. Так, давай. О, тиді, базар жоқ. Тағы да тиді. Не деген мергеміз? Так, пока что әлі ешкім келмейді. Так, мынаған тиді. Бірақ құламады өкінішке орай. Так, оппа, тиді. Базар жоқ достар. Тиіп жатыр негізі оқтарымыз. Тиді тағы да. Алыстан не деген мергендік. Так, тағы тиді. Так, екінші тимей қалды өкінішке орай. Так, анау келе ме өзі маған, келмей ме? Кесе екен. О, достар, базар жоқ келе жатыр. Оппа, давай өлесін деген ойдамын сен маған. Бірақ енді қашпаса ше. Ой, блин, осындайлар жаман қашатын. Давай. Опты. Дану, давай, өлсеш, бауырым. 4-ақ жезін, давай. О, базар жоқ. Оңай достар. Бағанағы мен садағымнан өліп қалды ойдым бағанағы. Так, бұда в общем паножи ғана бар екен зачарный. Болды. Басқа ештеңе жоқ. И достар, соңғы адам қалды бізде. Ол менің ойымша центрда деген ойдам. Центрде. Так, былай қарап отырсам, вообще түр жоқ. Бомбымыз. Бірақ алмазный полный сет өте жақсы. Так, центрдегі адамда алмазный сияқты. Өте жақсы. Бірақ енді оған өкінішке орай мен садақтарым тимей жатыр. Себебі мен в меньшинстве дейді ғой. Сондайдам себебі. Анау жоғары жақта тұр, мен төмен жақта тұрмын дегенде әңгіме ғой. Негізі садақпен төбе жақтан атсаң өте ыңғайлы, себебі дөп тиеді, тез өтеді. Ал негізі жоғары қарай атсаң садақпен ыңғайсыз да, кішкене траектория рассчитать етіп тұру керек. Уже менің қанша 2 оғым тиіпті, базар жоқ. 2 тиеді деген ойдам тағы да. Так, мынау менің ойымша мына адам рефилді күтіп тұр, сұмдықтарды анализ ететін. Опа, тиді. Так, осылай кішкене мандраж тұтамыз да. Ох, шоғым да тиді. Өзіміздің мергендігімізді көрсету керек. Осылай. Так, ох ты, рефил. Базар жоқ. Қазір ана сұмдықты көріп келейік. Не бар екен? Так, опа, нагрудник. Менікі зачарный емес, ана зачарный нагрудникті алу керек. Так, базар жоқ. Шартнес 2. Сонда менде бағанда мен шартнес 2 болды ма? Түсінбедім. Жарайды достар. Осы шартнес 2-мен жеңуге тұрсайық. Шартнес деген, ол кім білмейді, Астрата деген ағынан біледі. Тезірек скорт лақтырамыз да. И анау астына түсіп кетті, біз астына түсеміз. И в общем жыртамыз қазір. Жыртасақ себебі анау зачарный яблоко жеп алды. Так, золотое яблоко, зачарный емес. Давай, блин. Өлесіндегі ойдам. Маған өлет жасын. Давай, 6-ақ жезін. Ё-моё. Так, 5-ақ жезін, 3-ақ жезін. Ё-моё, достар, базар нет. Ё-моё, 4 килл болса да өте эпично болды. Өзіміздің садақ пен мергендігімізді көрсетіп жүрдік. Я достар, өте базар жоқ. Негізі осы серия сіздерге өте қатты ұнайды деген ойдам, себебі өте жақсы болды менің ойымша. Егер достар сіздерге осы видео ұнаса, онда міндетті түрде лайк қойыңыздар, себебі лайк мотивация береді. Және де комментария жазуды ұмытпаңыздар, менің арнама жазуды ұмытпаңыздар. Егер араларыңызда бір кәдімгі менің видеом жақсы көретін адам болса, лайк қойып, в общем барлықтарыңыз лайк қойыңыздар. Лайк қойғандарға рахмет. Қош, сау болыңыздар.